Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге папа брауни тортын пісіретін боламын. Арасы жұмсақ, толық піскен әрі тәтті. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Сақыр заменителді салып, жақсылап араластырамыз. Массамыздың үстіне айранды құямыз. Сары майымызды құямыз. Құрмамызды алдын ала 15 минут үстіне ыстық су құйып қойамыз. Құрманың ішіндегі дәнектерін алып тастайсыздар. Блендермен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Ұнымыздың үстіне разрыхлитель какаоны салып араластырамыз. Сұйық массамызға електен өткізіп саламыз ұнымызды. Жаймен қасықпен араластырамыз. Бір келкі масса болғанша түйіршіктері қалмауы керек. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Дайын болған массамызды алдын ала дайындап алған формамызға саламыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. 30-35 минутқа пирогымызды салып аламыз. Пирогымыз пісіп шықты. Өте әдемі болып піскен, көтерілген. Пирогтың ортасы толық піскен. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер.